Ассалаумағалейкум, құрметті достар, армысыздар. Біздің Павлодар өңіріне Керекуге келгенімізге де мінекей бір жылдан асып барады екен. Осы бір аралықта не көрдік, не түйдік. Жалпы былтыр тамыз айының 2-3-терінде оңтүстіктен нар тәуекелге бел буып, осы бір аумаққа қоныс тепкен болатынбыз. Бұл аумақ ауа райына келетін болсақ, өте жазы сондай қоңыр, салқын, 20 градус пен 35 градус аралығында болады көбіне. Ал енді ең қатты ысыды деген шағы 37-ге барды. Ал ол кезде біздің оңтүстік өңірлерде 40 пен 50-дің арасында. Жалпы білгенім 10 градус айырмашылық болып тұрады екен. Қысына келетін болсақ, қысы 4-5 ай жердің қарасы көрінбей қалың қар жатады. Жердің бәрі аппақ ұлпа болады. Бұл өзіме ұнайды. Қыс негізі сондай болу керек деп санаймын. Сосын бұл өңір күз айы келсе де қазір жапырақтары сарғаймаған талдарды көріп тұрсыздар. Шөптері де жасыл. Және де еліміздегі ең үлкен өзендердің бірі Ертіс өңірі де осы бір Павлодар өңірінен өтеді. Және де халықтың негізгі табыс көзі ол завод, фабрикалар. Бұл жақта заводтар өте көп. Сол жерде тұрақты айлықпенен қамтамасыз етілген. Солтүстік өңірлердің ішіндегі ең белсендісі осы Павлодар өңірі. Ал енді қалған өңірлерде халықтың жаңағыдай азаюы байқалса, бұл өңірде керісінше көбейіп жатыр. Неге екен дейтін болсаңыз, оның бір себебі жаңағы айтқандай тұрақты жалақының болуы, заводтардың болуы. Және де заводтарда әрдайым бос жұмыс орындары бар. Және де одан да басқа үлкен супермаркеттерде жұмыстар жетерлік. Тұрақты айлыққа тұрам деген кісілерге. Осы жақтан кәсіп істеп келем деген кісілер болатын болса, оларға да қолайлы жағдай жасалған. Жалпы қаланың ішінде бос дүңгіршіктерменен жалға берілетін орындар да көптеп кездеседі. Мал бағам дейтін болсаңыз, шөптің қоры жетерлік, шөп жап-жасыл, шөптің сан алуан түрін көресіз бұл жерде. Және де жаңағы айтқанда Ертіс өзені, басқа да кішкентай көлшіктерді баршылық. Бұл бір өңірде өте бір сондай Баянауыл деген, Жасыбай деген керемет өңір бар. Жаңағыдай демалыс орны керек болатын болса, мал бағам десеңіз, егін егем десеңіз, жалпы қолайлы. Келем деген кісілерге айтарымыз жалпы, ең бірінші ішкі баптауларыңызды жөндеп алыңыздар. Ертеңгі күнгі болатын рухани қиыншылықтарға төтеп бере алатындай сондай бір мықты бір сондай энергиямен келуіңіз керек. Және де дайын болуыңыз керек сондай бір қиыншылықтарға. Бірінші қиыншылық, егер сіз орыс тілін білмейтін болсаңыз, бұл жерде қала халқының көпшілігі қазағы болсын, орысы болсын, өзге ұлты болсын, көпшілігі орыс тілінде сөйлейді. Ал енді қаладан басқа ауылдарда тек қана қазақша сөйлейтін аудандары да жетерлік. Сондықтан бұл жерге келгенде дүкендерде қазақ тілін білмейтін кісілерді кездестіруіңіз мүмкін. Сол кезде көңіліңізге қаяу алмай, керісінше өзіңізді шабыттандырып, ол кісілерге де үйретем деген жаңағыдай баптауыңыз болса, онда бір ол тамаша болып, тілімізге қосқан үлесіңіз болар еді. Бұл өңір жалпы өзіме ұнады. Әрбір өңірдің өзінің ерекшелігі бар ғой. Жалпы мына бір жерден Мәшһүр Жүсіп және де басқа да Аппақ Ишан деген сияқты көптеген жақсы ізгі кісілер де өткен бұл жерден. Жалпы қазақтың әрбір даласы киелі ғой. Сондықтан бұл дархан даламыздың осы бір өңірінде ертең күні көрмедім ау, білмедім ау деген өкініш болмас үшін келіп көріңіздер. Осы бір жақтағы жетіспей жатқан, кем кірпіші қойылмай жатқан жерлері болса, сенде бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан деген сияқты, сол бір жерге кірпіші болып қалансаңыз, ол бір еліміздің елдік жолындағы үлкен бір қосқан үлесіңіз болар еді. Жақсы, аман болыңыздар, көрер жақсылығымыз көп болсын, өңірлеріміз көркейіп, жандана берсін.